Маңайымызда көзімізбен көре алмағанмен бар екендігіне еш күмәнсіз сенетін қаншама нәрсе бар. Мысалы, адамның ақылын, рухын, қуану қайғыру сезімдерін және әлемдегі тартылыс, гравитация күшін, дәмді, иісті, дыбысты да көзімізбен көре алмағанымызбен бұлардың бар екендігіне ешкім күмән келтірмейді. Өйткені біз бұлардың бар екендігіне нәтижесіне қарап көз жеткіземіз. Айталық, жүзіміздің реңіне, даусымыздың ырғағына, бет жүзіміздің құбылуына қарап, адамның қуанғанын яки қайғырғанын білеміз. Бірақ қуаныш пен қайғы сезімдерін де көзбен көре алмаймыз ғой. Көздің көру үшін көрінетін нәрсенің алдыңда тұруы, әрі оның материалдық нәрсе болуы шарт. Демек, көзіміздің көруі осы тәрізді кейбір заңдылықтарға тәуелді. Ал Алла тағала шектеулі әрі материалды болмағандықтан, оның қарсы алдымызда яки басқа белгілі бір мекенде болуы да мүмкін емес. Олай болса, біздің көру аясы тар, көру қабілеті өз заңдылықтарынан аса алмайтын тәуелді, әлсіз көзімізбен оның көруіміз мүмкін емес. Демек, ұлы жаратушыны көре алмауымыз оның жоқтығының белгісі емес. Керісінше, көз көре алмайтындай оның ұлылығы мен шексіздігінің, сондай-ақ біздегі көздің тым әлсіздігінің белгісі. Алла тағала Құран кәрімде көздер оны көре алмас, бірақ ол көздерді көреді делінген. Бүгінгі дұға: Аллахым, үлкенді кішілі, өткен уақытта істеген және болашақта істеуім мүмкін ашық және жасырын күнәларымды кешіре көр.